Қайырлы күн, құрметті білім алушылар, құрметті әріптестер. Бүгінгі ашық сабағымызды бастайық. Ашық сабақты бастамас бұрын, қазір мен сіздерді Google Classroom платформасында алдыменен тексеріп алайын. Жақсы, бүгін бізде сабақта барлығы бар екен, қатысып отыр. Барлығы плюс белгісін қойып кетіпті. Онда жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын алдыменен мен сіздерді 3 топқа бөліп қойдым. Бүгін бізде 3 топ. Бірінші топ ол бізде синтез командасы, топ басшысы Асылбекова Ружан. Екінші топ Debian командасы, топ басшылары Самат және де Арман. Үшінші топ ол бізде Ubuntu командасы, топ басшылары Айдос және де Амангелді. Енді жаңа тақырыпты бастамастан бұрын өткен тақырыптар бойынша сіздердің білімдеріңізді тексеріп алайын. Ол үшін мен сіздерге Learning Apps сервисінде сұрақтарға жауап берейік ойын жасап қойған болатынмын. Енді сұрақтарға жауап жасайық ойыны. Әрбір топтан, әрбір топ 2 сұрақтан таңдап, осы сұрақтардың жауаптарын бірге тапайық. Бірінші топ синтез командасы кім қай сұрақты таңдайды? Мен алдыңғы сұраққа қарай. Так, номер 5 сұрақ, бірінші топ. Мәтіндік файл мазмұнын қарау үшін командасы қолданылады. Қандай команда қолданылады мына жерде? Тезірек жауап берейік. Type командасы емес па? Type командасы. Келесі сұрақты кім таңдайды? Осы бірінші топтан. Алдыңғы сұрақта мен апай. 6-шы сұрақ, Суреттегі логотип қандай операциялық жүйені анықтайды? Макос. Макос. Дұрыс, Макос. Енді бізде келесі команда Debian командасы. 4-ші сұрақ. 4-ші сұрақ. Командалық жол арқылы Анар атты каталогты келесіде құрамыз. Жауабы қандай болады? МД Анар. Жақсы. Екінші сұрақ, Ол физикал компьютерге ұқсас функцияны қамтамасыз етеді. Ол жеке компьютер ретінде тапсырмаларды орындауға Виртуалды машина. Жақсы. Енді келесі бізде 3-ші топ Ubuntu командасы. 8-ші сұрақ. Android болады жауабы. Суреттегі логотип қандай операциялық жүйені анықтайды? Android, дұрыс. Android. Тағы да бір сұрақ. 7-ші сұрақта. 7-ші сұрақ. 7-ші сұрақ ол бізде суреттегі Debian. Debian болды. Бұл Debianның операциялық жүйе Debian. Енді жауаптарымызды тексерейік. Барлық жауаптар дұрыс екен. Жақсы, енді бүгінгі жаңа тақырыпты бастамас бұрын, қазір мен сіздерге бейнематериал қосамын. Сол бейнематериалға қарап, бүгінгі сабақтың мақсаты мен міндеттерін бірге анықтайық. Мұқият қарап отырыңыздар.
Жақсы. Осы бейне материалға қарап, бүгінгі біздің тақырыбымызды қалай айтар едіңіздер? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың тақырыбы қандай екен? Виртуалды машина, Linux. CentOS. Linux, иә, дұрыс. Бүгін біз Linux операциялық жүйесімен танысатын боламыз. Балалар маржақтары шулап жатыр, нелерінде өшіп қойыңдар, иә? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Linux операциялық жүйесін орнату және баптау екен. Бүгін біздің қарастыратын сұрақтарымыз, бірінші сұрақ ол бізде Linux операциялық жүйесінің түсінігі, екінші сұрақ Linux артықшылығы, үшінші сұрақ Linux-тың кемшілігі, және де төртінші сұрағымыз ол Linux операциялық жүйесін орнату және баптау. Жалпы Linux операциялық жүйесі дегеніміз не? Linux операциялық жүйесі дегеніміз бір мезетте бірнеше тапсырмалар орындалуын басқара алатын Unix операциялық жүйесі негізінде құралған көп есепті, көп терминалды операциялық жүйе. Linux құрамасына кіреді бізде командалық өңдеуіш, ядро және де бағдарламалық қамтаманың жинағы. Linux операциялық жүйесі серверлер мен жұмыс станцияларында жұмыс жасауға арналған және де қосымша терминалдарды қосуды қамтамасыз ететін операциялық жүйе екен. Енді Linux-тың артықшылығына келетін болсақ, бірінші артықшылығы ашық операциялық жүйе. Яғни операциялық жүйені кез келген мақсатқа қолдануға, өзгертуге болады деген сөз. Келесі, кең көлемде аппараттық қамтамасыз етілуі, яғни құрылғыларға арналған драйверлердің көптігі. Linux-тың кемшілігі Linux операциялық жүйесін қолдану қымбатшылыққа әкелуі мүмкін. Себебі осы операциялық жүйені білетін, кәсіби деңгейде білетін мамандар қазіргі таңда аз екен. Linux операциялық жүйесін орнату және баптау үшін негізгі қадамдар қажет. Ең негізгі қадамдарға тоқталып кететін болсам, бірінші қадам бізде Linux дистрибутивін таңдау. Debian, CentOS, Ubuntu және тағы басқа. Келесі қадам ISO форматындағы дистрибутивті CD дискке немесе USB флешкаға жазу керек. Және де үшінші қадам қатты дисктің қолжетімді бөлімін таңдау. Бұл ең негізгі қадамдар. Linux операциялық жүйесін баптау. Linux операциялық жүйесін толығымен басқару үшін ең алдымен бізге репозиторий қажет. Репозиторий дегеніміз бағдарламалық жасақтамалар орналасатын жер. Ол интернеттегі серверда немесе жергілікті компьютерде орналасуы мүмкін. Linux операциялық жүйесін баптауға арналған негізгі командалар yum update командасы, жүйені жаңарту, yum install nettools командасы, IP адрестермен жұмыс істеуге арналған пакеттер жиынтығы. Келесі команда yum install bind utils. Бұл команда арқылы біз DNS хаттамасын баптай аламыз. Reboot командасы, жүйені өшіріп, қайта қосу командасы. Name командасы арқылы біз жүйенің атын тағайындаймыз. nm2 командасы, жүйенің IP адресін графикалық түрде тағайындайтын команда екен. Қазір енді мен сіздерге VMware Workstation бағдарламасында осы CentOS 7 операциялық жүйесін қалай баптауға болатынын көрсетемін. Операциялық жүйеге кірерде ең алдымен бізден пароль сұрайды. Мен парольменен кіремін. Құпия сөз. Бұл бізде CentOS 7 операциялық жүйесі. Ең алдымен осы операциялық жүйені баптау үшін бізге керекті ол терминал терезесі. Терминал терезесінде мен өзіме қажетті командаларды жазу арқылы операциялық жүйені басқара аламын. Мысалы, бірінші команда бізде su root деген командалар. Su root деген команда арқылы мен Saya деген есеп жазбадан root деген супер пайдаланушыға өтеді екенмін.
Қарап отырсаңыздар, сая деген сөз root деген сөзге мына жерде ауысты. Яғни мен қазір супер пайдаланушы ретінде көптеген командаларды орындай алады екенмін. Келесі команда hostname деген команда бар. Hostname деген команда арқылы мен осы операциялық жүйе орналасқан компьютердің атын көруіме болады. Көріп тұрғандарыңыздай, компьютердің аты сервер 12. Одан кейін келесі командалар бізде nm2 деген команда бар. Бұл команда арқылы мен графикалық интерфейс ретінде IP адрес беруіме болады. Мысалы, бізде ENS33 деген желілік атаптар берілген болса, мен оған графикалық түрде оның IP адресін, маскасын, шлюзін, DNS серверді беруіме болады екен. Егер де мен осы операциялық жүйенің атын өзгерткім келсе, онда ше V деген редактор бар, сол арқылы Ets деген папкаға, оның ішінде hostname деген файлға өту арқылы осы операциялық жүйенің атын басқа атқа өзгертуіме болады екен. Бұдан да басқа командалардың тізімі өте көп. Мысалы, егер мен осы операциялық жүйенің IP адресін көргім келсе, команда IP арқылы көрмен болады. IP командасы арқылы мен осы компьютерде қандай желілік адаптер бар екен, одан кейін оған тағайындалған IP адресті, масканы, шлюзді көруіме болады. Қарап отырсаңыздар, мына операциялық жүйеде ешқандай IP адрес тағайындалмаған. Бұл негізгі командалар жиынтығы. Сабағымызды бекіту мақсатында мен сіздерге сұрақтар дайындап қойдым. Келесі бізде сабақты бекіту кезеңі. Сабақты бекіту кезеңінде іскерлік ойын викторинасын ойнаймыз. Әрбір топ осы берілген категориялар бойынша сұрақтар таңдап, сұрақтарға жауап беруі керек. Бізде 3 категория берілген: Linux теорияда, Linux тәжірибеде, және де үшінші бізде Windows және Linux. Бірінші топ CentOS командасы. Сұрақ таңдаңыздар. Linux теориясы 20. Linux теориясы 20. Linux операциялық жүйесі қай операциялық жүйе негізінде құрылған? Unix. Unix. Жауабын көрейік. Жауабы Unix. Жақсы. Енді келесі сұрақ таңдаңыздар. Бірінші команда. Linux тәжірибеде 60. Қандай команда арқылы машинаға IP адрес тағайындаймыз? IPA. IPA. Нет, NM2. IPA это посмотреть. Жауап. IP адресын қарау. Жақсы. Енді келесі команда бізде Debian командасы. Екі сұрақ таңдаңыздар. Windows және Linux. Қайсысы? 20, 40, 60? 60. Программалық жабдықпен жұмыс істейтін адам арасындағы сұхбат жүргізу шарттары мен келісім шарттары. Интерфейс. Жауабын қарайық. Интерфейс. Жақсы. Дұрыс. Келесі сұрақ. Екінші топ. Linux теорияда 60.
Ашық операциялық жүйе дегеніміз не? Ол Ашық операциялық жүйе дегеніміз ол Windows, Linux және тағы да басқа себебі оларды әр адам свободный доступта дейді ғой. Соны өз ашық неден алып, өзі компьютеріне орната алады. Тағы да кімнің қандай қосары бар? операциялық жүйені кез келген жерде орнатуға және де оны өзгертуге болады. Онымен әртүрлі командалар істеуге болады. Соны ашық операциялық жүйе дейміз. Жақсы, жауабын көрейік. Жауабы операциялық жүйені кез келген мақсатқа қолдануға өзгертуге болады екен. Жауаптарын дұрыс. Енді бізде үшінші топ Ubuntu командасы. Сұрақ таңдаймыз. Linux тәжірибесі 20. Қандай команда арқылы машинаның атын өзгертуге болады? Атын өзгертуге болатын, ол root арқылы кіріп, hostname арқылы виртуальный машинаның атын өзгертуге болады. Hostname арқылы. Жақсы, жарайды. Дұрыс, е. Команда hostname. Келесі сұрақ. Таңдайық. Windows және Linux 20. Негізгі операциялық жүйенің бөлігі ретінде қарастырылады ол, және де программалық тілден машиналық кодтар тіліне аудару қызметін атқарады. Драйвер емес па? Жоқ, драйвер емес. Драйверге жақын негізі, жақындап қалды. Жақсы, онда ше, жауабын көрейік, е? Дұрыс жауабын. Жауабы ядро екен. Ядро. Жақсы. Енді білім алушылар сіздердің бүгінгі Linux операциялық жүйесін ары қарай бекіту үшін мен сіздерге практикалық тапсырма беремін қазір. Практикалық тапсырма 3 топқа беріледі. Бірінші топ синтез командасына беретін практикалық жұмысын мынадай екен. Нөмір бірінші тапсырма. Linux операциялық жүйесі орналасқан компьютердің атын сервер 12-ге өзгерту керек. Екінші топтың тапсырмасы Linux операциялық жүйесі орналасқан компьютерге 10.10.10.1 маскасы 24 бит болатын IP адресті беру керек. Үшінші топ Ubuntu командасына тапсырма. Linux операциялық жүйесі орналасқан компьютерде админ есеп жазбасын құру керек. Осы үш тапсырманы сендерге қазір бізге осы үш тапсырманы әрбір топ көрсету керек. Кім бірінші бастап көрсетеді? Апай, мен бастап көрсетейін біріншісін. Айдос, е? Хорошо, Айдос. Айдос, сен үшінші топсың, да? Ja. Онда апай мен көрсетейін, екінші топ IP адресті беру керек, 10.10.1 деген. Алмат, жақсы көрсете ғой. Апай, разрешение бересіз бе демонстрация? Берілмеп екен. Так.
Беріліп тұр. Қоса берсем болады. Центр 8 Мгм. операциялық жүйесі терминалы кіреміз. Аха. Ең алдымен IP адресті тексереміз. Яғни менің жағдайымда ол мынау тұрған IP адрес 192. Біз ең алдымен root правасын аламыз. Мгм. Пароль жаздық. Енді root бар. Енді біз команда арқылы адресті өзгертеміз. Мгм. Мына жер менің интерфейсім тұру керек. Ол менің интерфейсім ENS33. Мгм. Мен өзі мынандай жерге кірдік. Мынау менің жеке ақпараттарым. Мынаны біз ең алдымен статик режимін өзгертеміз. Сосын IP адресті бізге 10 1 деген беру керек. Одан кейін маскасы 24 болу керек. Және DNS-ті да өзгертейік. 8 болды. Енді мынау DNS емес, DNS. Иә. Аха, жақсы. Біздің разрешение естеп тұр. Яғни разрешение берілген. Оны біз сақтаймыз. Кейін сол жерден шығамыз. Енді IP адресті қарау үшін ең алдымен біз перезапуск істеу керекпіз. Мгм. Ашылды. Қазір кіреміз. Енді қайтадан кіреміз. IP адрес қарасақ 10-11 маскасы 24-ке тең. Жақсы, дұрыс, Самет, рахмет саған. Бәрі дұрыс. Келесі топ. Енді келесі топ өзінің жұмыстарын. Келесі менсің. Аружан, я? Аха, жарайды, Аружан, онда көрсете бер. Біз ең басымен sudo командасын енгізіп, rootқа кіреміз. Содан кейін паролімізді жазып, rootқа кірдік. Келесі команда ол /etk/interді басамыз. Келесі ол біз. Содан кейін nano hostname командасы арқылы атымызды өзгертеміз.
Админға атымызды өзгертеміз. Содан кейін Ctrl-O-ды басып, атымыз қалады, сосын Ctrl-Z. Атымыз админға өзгерді. Жақсы өзгерді, атымыз. Север 12. Жақсы балалар, бізде уақыт шектеулі. Үшінші топ дайын ба көрсетуге жұмыстарын? Дайын апай. Тезірек көрсетіп беремін. Бұл кезде біз sudo командасын жазып, бұл жерде сол арқылы сосын бұдан паролімізді енгіземіз. Енгізгеннен кейін root арқылы кіріп, содан кейін user add арқылы сервер 12 деген 12 деп жазамыз. Осыдан кейін біз параметрға кіреміз. Параметрдің ішінде учетный запистің ішінде міне көрулеріңізге болады. Сервер 12 деген учетный запись ашылды. Осылай учетный записті командная строка арқылы ашуға болады. Жақсы, рахмет. Енді сабақта қорытындылайтын болсам, жалпы негізі бүгін 3 топта жақсы жұмыс атқарды. Практикалық жұмыста барлығы орындай алды. Барлық топқа жақсы деген бағалар қоямын. Барлықтарыңызға рахмет. Енді бізде келесі кезең рефлексия кезеңі. Рефлексия кезеңінде мен бүгін дайындап қойдым сіздерге. Бағдаршам рефлексиясы осындай бізде суреттер берілген. Егер сіздер бүгінгі сабақта Linux операциялық жүйесімен толық таныстым, маған барлығы түсінікті десеңіздер, онда ше жасыл суретті таңдайсыздар. Егер сіздер Linux операциялық жүйесімен таныстым, бірақ кейбір моменттер түсініксіз десеңіздер, онда сары түсті таңдайсыздар. Егер сіздер Linux операциялық жүйесімен таныстым, бірақ ештеңе түсінбедім десеңіздер, қызыл түсті суретті таңдайсыздар. Соңында сіздің басқа қосар егер ойыңыз болса сабаққа, ойыңызды қоссаңыз болады. Мынау жерде атыңызды жазасыз. Жауаптарыңызды көрейін. 4 студент жауап беріпті. 4 студенттің жауабы мынандай екен. 75% Linux операциялық жүйесімен толық таныстым, маған барлығы түсінікті дейді. Бір студент Linux операциялық жүйесімен таныстым, бірақ кейбір моменттер түсініксіз деп жауап беріпті. Басқа қосар ойларыңыз сіздердің жазғандарыңыз. Рахмет сабаққа. Бәрі жақсы өтті. Сабақ өте ұнады. Жақсы түсіндім. Қалғандарын. 5 білім алушы жауап берді. Алты білім алушы жауап берді. Жақсы, онда ше бүгінгі сіздерге үй тапсырмасын берейін. Бүгін бізде үй тапсырмасы. Linux операциялық жүйесінің дистрибутивтерін салыстыру. Яғни CentOS артықшылығы мен кемшілігі, Debian артықшылығы мен кемшілігі және де Ubuntu артықшылығы мен кемшілігін салыстырып келесіздер. Берілген әдебиет, танымал Linux дистрибутивтері электронды кітапшаға кіріп, осы материалды қарап шықсаңыздар болады. Бүгінгі біздің ашық сабағымыз осыменен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.